Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен лимонның пайдасы туралы айтатын боламыз. Лимон жыл бойы жасыл ағаштың жемісі. Оның құрамында пектин, эфир майлары бар. Лимон асқазандағы қорытуға көмектесетін заттардың бөлінуіне әсер етіп, ағзаға темір мен кальцийдің сіңіруін жеңілдететін энзимдарды бөледі. Өзі қышқыл болғанына қарамастан, ол асқазан суларының қышқылдығын төмендетеді. Әрине, лимон құрамындағы С дәрумені жайлы айтпасқа болмайды. Ол жалпы иммунды жүйені жақсартып, түрлі ауруларға тосқауыл болады. Лимон ағзадан қажет емес кір қоқыстарды шығаруға да көмектеседі. Мысалы, ұзақ уақыт дәрі, антибиотик қабылдасаңыз, лимонның көмегімен бауырларыңызды улы заттардан тазартсаңыз болады. Лимон шырыны мен қабығы антисептикалық қасиетке ие. Онымен жараларды сүртіп, ерітіндісімен тамақ шайса болады. Лимон қан құрамындағы холестерин деңгейін төмендетіп, тәбетті ашады. Лимон құрамындағы Р дәрумені қан тамырларын беріктендіріп, қан қысымын көтереді. Әрине, лимонның ең танымал қасиеті жұқпалы тұмау ауруына төтеп бере алады. Сондықтан, достар, сіздерге кеңес, әр шай қосқанда, шай ішер кезде, тамаққа алдында да қосып ішсеңіздер болады. Каналымдағы ақпарат ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуіңізді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.